Сәлеметсіңдер ме балалар? Математикадан сабағымызды бастайық. Сабақтың тақырыбы монеталар мен төлеу. Бүгінгі сабақта төлем жасау үшін монеталарды қалай ұсақтау керек екенін үйренесіңдер. Балалар, біз ірі монетаны ұсағырақ монеталарға ұсақтай аламыз. Мына монеталарды қалай ұсақтауға болады екен? Ендеше мұндағы суретке қарайық. 2 теңгелік 1 монета 1 теңгелік 2 монетаға тең. 5 теңгелік 1 монета 2 теңгелік 2 монетаға 1 теңгелік 1 монетаға тең. 10 теңгелік 1 монета 5 теңгелік 2 монетаға тең. 20 теңгелік 1 монета қалай ұсақтаймыз? Ойланайық. Дұрыс айтасыңдар. 20 теңгелік 1 монета 10 теңгелік 2 монетаға тең. 50 теңгелік 1 монета қалай ұсақтаймыз? Жақсы. 50 теңгелік 1 монета 20 теңгелік 2 монетаға 10 теңгелік 1 монетаға тең екен. Тағы да қарайық. 50 теңгелік 1 монета қалай ұсақтаймыз? Жақсы. 50 теңгелік 1 монета 20 теңгелік 1 монетаға 10 теңгелік 2 монетаға 5 теңгелік 2 монетаға тең екен. Сәуленің қолында 10 теңгелік 3 монета бар. Ол бір кесе шай, бір тоқашқа ақшаны тура төлеу үшін қолындағы ақшасын қалай ұсақтау керек? Бір кесе шай 20 теңге, тоқаш 8 теңге. Сәуленің қолында 10 теңгеліктен 3 монета бар. Сәуле қалай ұсақтап береді? Қане балалар, ойланайықшы. Мына жерде шай мен тоқаштың құны қанша болды? Дұрыс айтасыңдар, 28 теңге. Сәуле қалай төлем жасайды? Ол үшін 10 теңгелік 1 монетаны ұсақтауымыз керек. 10 теңгелік 1 монета 1 теңгелік 10 монетаға тең екен. Мына жердегі 1 теңгеліктерді санайықшы. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 теңгелік 1 монета 1 теңгелік 10 монетаға тең екен. Сонда Сәуле қалай төлем жасайды? Дұрыс айтасыңдар. 10 теңгелік 2 монета 1 теңгелік 8 монетаны ұсынады екен. Тағы да балалар қалай шығаруға болады? Сәуленің қолында 10 теңгелік 3 монета бар. Барлығы 30 теңге. Егер де ол қолындағы 30 теңгесін сатушыға ұсынатын болса, Сәулеге қайтара ма ақша? Иә, Сәулеге 1 теңгелік 2 монета қайтарым бар екен. Балалар, сурет бойынша жұмыс жасайық. Айжанның 20 теңгелік монета мен 60 теңге ақшасы бар. Ол алма, алмұрт және қара өрік сатып алмақшы болды. Бұларға ақшаны тура төлеу үшін Айжан ақшасын қалай ұсақтауы керек? Балалар, Айжанның қолында жалпы қанша теңге бар? Дұрыс айтасыңдар. 20 теңгеліктен 3 монета бар екен. Барлығы 60 теңге. Жемістердің жалпы құны қанша тұрады? Алманың құны қанша? 20 теңге. Алмұрттың ше? 20 теңге. Қара өрік ше? 10 теңге. Жалпы жемістердің құны қанша болды? 50 теңге. Осы 50 теңгені алу үшін Айжан ақшасын қалай ұсақтап дүкеншіге берді?
Жарайсыңдар балалар. 2 20 теңгеліктен 2 монета, 5 теңгеліктен 2 монета ұсынған екен. Балалар, тағы да ойланайықшы, сендер қандай тәсілді қолдануға болады осы жерде? Тағы да қандай тәсілдер қолдандыңдар? Дұрыс айтасыңдар. 20 теңгеліктен 2 монета, 10 теңгеліктен 1 монетаны сатушыға ұсынуға болады екен. Сонда 50 теңге шығады екен. Жарайсыңдар. Дүкенге саяхат. Сенің қолыңда әр түрлі монетадан 100 теңге бар. Банан 70 теңге тұрады. Ақшаңды ұсақтап, бананды сатып алу үшін сатушыға құны қандай монеталарды пайдаланып ұсынасың? Сенің жауабың. Жарайсыңдар. Дәптерімізді ашайық. 83-84 бет. 81 жұмыс парағы. Заттардың құнын қандай монеталармен төлеуге болады? 82 жұмыс парағы. Монеталармен төлем жасау. Балалар, баға нені білдіреді? Баға заттың қанша тұратынын білдіреді екен. Белгілі бір соманы қалай аламыз? Белгілі бір соманы әр түрлі монеталар арқылы жинауға болады. Сонымен балалар, бүгінгі сабақта нені өттік? Қандай тапсырмалар орындадық? Жарайсыңдар. Ендеше өздеріңді жетістік баспалдағы арқылы бағалап қойыңдар.